Депутаттардың уәдесіне әбден тойып, құсуға шақ қалған қоғамға бір сәлем. Мал монологын бастамас бұрын арнаға жазылып пікір қалдыр. Сайлау өткенше тілшілерге әр сұхбатын ыждахатпен беріп, көпті аузына қаратқан мына депутат сымақтарын енді ырғалып, ыңыранып қалғанын қалай түсінеміз? Сайлау әділ өтті деп ойлайсыз ба? Әділ өткен шығар. Мен жемқорлық көрсем. Ардақ депутат болудың алғы шарты менменсіп, өктем, тәкаппар үнмен сөйлеу деп түсінген сияқты. Және сұраққа тура жауап бермеуді дегеннен меңгергені көрініп тұр. Қаңтарда оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды, билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Ну нахер. Ардақ бүйтіп бұлданса басқалардан не қайыр? Республика деп алаулатып, жалаулатқан жаңа партияның сыйқы осы ма? Бір сұрақ қойға рұқсат етіңіз. Бір сұрақ қойға рұқсат етіңіз, Руслан мырза. Руслан Берденовті осынша шеберлікпен қашуға экс-депутат ағалары машықтандырғанға ұқсайды. Ұқсамасаң болмағыр. Бірі қашып әлек болса, екіншісі өңім бе әлде түсін бе дегендей депутаттық төспелігінің қызығына тоялар емес. Сорақысы сол, бірде біреуінің аузынан сайлау алды уәдемді орындауға серт берем деген сөз естімедік. Мұқаев Дәулет Төлеутайұлы деген кезде ғана сендім. Ой, бәлә! Депутаттыққа мастанғандар халық артқан жүктің жауапкершілігін сезінсе, бұлайша ыржалақтап жүрмес еді. Ант беруде айналдырған төрт сөйлемді айтып жарытпаған тесік бастар елдің бағы емес, кезекті шақырылымның соры болғалы тұр. Заңдарына қатаң бағынуына депутат өзіме жүктелген Заңдарын Қолын жүрегіне қоюды ұмытқандар ертең елдің айтқанын қалай есте сақтамақ. Парламенттегі цирктің қызығы осымен біте қойса жақсы еді ғой. Бірақ десертке сақтағаны бар екен. Мәжіліс спикерін бір ауыздан жапа-тармағай дауыс беріп, сайлап жүргендердің қолындағы қағазда бір-ақ адамның аты жазылған. Сонда оның несі таңдау? Депутаттар дауыстар беріп жатыр. Жигули Дайрабай, Қарақат Әбден, Нұрлан Әуеспай. Бұлар кездейсоқ депутат болған жоқ. Президент сайлауында саяси қуыршақтың рөлін ойнаған үшін алған ақысы бұл. Қалғандарын қарасам, бірі ақын, бірі блогер, бірі қызыл тілді журналист. Бір сөзбен айтқанда, бұлбұлдардан жасақталған жаңа парламент. Сайра бұлбұлым, сайра бұлбұлым. Шынайы оппозиция парламентке бармай, мына далбандармен ел болуымыз екталай. Еде, арнаға жазылып пікір қалдыр, малдың айтары алда.